Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. 10 жыл болыпты менің каналыма, 13-ші қазан, бірақ бүгін 13-ші қазан емес. Видеолар түсіргім келді, мысалы 10 жыл деген күшті ғой енді. Сол 10 жылда видео түсіргім келді, бірақ откладывать етіле береді. Вроде он не сияқты, да? Тупо камера алса бір момент таба алмадым, понимаете? Короче, 10 жыл, айтатын зат көп, ойыма бірақ еш қосылай ғой. Видео түскенде келмейді. Бүгін таңмен ұйықтамай видео түсіргім келген, күн салқын қағап тұрды. Сағат 4, 5, 6, 7, 8, ё-моё, дубак дейді ма, сондай болды. Енді сөзін тұқытері 10 жыл болды. Мен 2013-те негізін жазда ашыппын каналды, 21-ші маусым айында сияқты. Сондайды ашқан сияқтым, бірақ мені көбісі тани бермейді еще. Менің аудиториям өсіп кеткен. Бірақ темадан тема секірмей, жазда аштым. Жазда ашып, білесіздер ғой, баяғыда Google Play ашық қою деген бар. Ұмытып кетесің. Сондай ситуациялар болды. Ашық қою деген. Ашық қойғаннан кейін видео салып бастадым. Мен сондай әдетім бар, баяғыда Kiwi деген болды Қазақстанда. YouTube Қазақстанның аналогы YouTube өз Kiwi. Сол жерде мен видео салып жүрдім. Содан кейін ана Kiwi жабылып қалды. Бірдеме видеом бәрі күйіп кетті, күшті видеолар, кино түсіргенмін, достарым жинап. Рахмет ол достарыма келісіп кәдімгі. Так, оның бәрін айтамыз, достарым біле ме, туысқандарым біле ме деген сияқты. Так, сөйтіп Kiwi жабылды. Содан кейін YouTube мен әлі де видео YouTube достарым бәрі жан-жаққа жұмысқа кіріп кетті. Ана видео қойды, ұялады камера қарауға. Мен сонымен YouTube банағыдай Мир Фантазияда жүрдім. Мир Фантазия өмірімде ме? Жоқ, екінші рет бардым өмірімде. Онда бардым, 13-те. Сонда 13-те мен жазда бардым, бәлкі күзде ме бардым, каналымда, видеомда той видеоларды YouTube-қа салып бастадым. Просмотр жоқ вообще. Қызық емес қой, реально Мир Фантазия кімге өзің бармағасын деген сияқты. Бірақ мен қарап жүрдім кезінде Мир Фантазия. В общем, менің просмотрым қатты бешеный болған жоқ. Сөйтіп тастап кеттім. Сосын онда менде ойда болған жоқ, просмотр бешеный болады, анау-мынау. Сосын телефонда қалай бүйтеді, телефонда қалай сөйтеді деген видеолар шығарып жүрдім. Активтің командалары деген сияқты. Сөйтіп бір сәт просмотр жинап бастап, реклама деп мо, комментарий жазылып бастады. Шамам емес, мен Теңгизде жұмыс жасадым Атырауда. Сонда Атырауда аудитория, Теңгиздің аудиториясы қарап бастады. Сен ба видео түсіріп жүрген дейді. Ұяласың кәдімгі. Мен сөйтіп қуанып қалдым. Ана 200, менде енді жұрттар сияқты анағыдай 1000 просмотр деген жоқ, 100-200 просмотр болды. Мен соған қатты қуандым. Сенесіздер ме? Мен, видео салам, сосын тастап кетемін каналымды 1-2 айға. Просмотр жиналып отыр, комментарий жиналып отыр. Құрсын, түсірейін. Как раз мен сол кезде компьютер жөндейтін әдетім бар, арасында. Жұмысым бар ғой основной. Жұмысым бар ғой негізі основной. Құрсын түсіріп бастайын дедім. Сонда не керек? Түсіріп бастағаннан кейін желіп кетті. 2014-те кәдімгідей беріліп жұмыс жасадым. Беріліп анағыдай неше түрлі зәйламын. Мен ұмытып қалдым, ВКонтакте хит қой ол кезде. ВКонтактен қалай бүйтеді сөйтеді деп. Сөйтіп видео түсіріп бастадым. Дальше ол кезде мен каналға көп мән берген жоқ. Мен группа болды ғой. Ол кезде ВКонтакте хиттен кәдімгі хит. YouTube'дан хит ол кәдімгі. Аудитория мощный, біледі ВКонтакте отырғанда. Мына қазір 99% өтір, 9% ВКонтакте отырған. Білесіздер ғой, ВКонтакте ғанда хит болды. Сол кезде сөйтіп видео салып жүріп 14 ақша тапқан жоқпын, сразу айтамын. 13, 14 айта берейін, 14 салып бастадым, 15-те салып бастадым, әлі 16 салып бастадым демеймін, салып жатырмын. 17 салып жатырмын, 18 салып жатырмын, 19 салып жатырмын. 20-дан бастап ақша тауып бастадым. Көрдіңіздер ма, мен YouTube-та ақшасын жүр дегендерге ол кәдімгідей спокойно ақшасын жүр. Қай сал? 20-шы жылы мен бастап шамалы ақша тауып бастадым.
шамалы, шын айтайын сіздер. Суммасын айтпай ақ қояйын, біртүрлі просто. Содан не керек, тауып бастағаннан кейін YouTube қойып кеттім дейін. Сол 20-шы жыл 20-да салып жүрдім, 21, 22 монтаждап көп, 90% видеолар менде монтаждамаған видеолар ғой. Бірақ монтаждаған видеолар бар. И сосын мен 10 жыл менің каналыма қашан болады деп жүрдім. Осы 13-інде болды. И мен осы 13-ін датаны жуғым келді. Қалай тортпен көршімді шақырғым келді. Байқұс тортқа да ақша болмады ғой мен. Шын айтсам сондай тортқа да тиым болмады. Туған күн 32 толдым, олда да жасай алмадым. Көрдіңіз бе? Бәрі қаражатқа тіреліп қалды. Несчастный тортқа да тиым болмады. Көрдіңіз бе? Блогермін өзінше, бірақ ақшасы жоқ блогермін. Содан не керек? 10 жылдықты тойладым деп айтпаймын. Жоқ, мен Атырауда болсам жасар едім. Таныс бәрі мен канал басынан көретіндер бар ғой. Жасар едім мен бәрі. Просто сондай болып қалдым. Ладно. Сөйтіп 10 жылдығымда күшті өтіп кетті. Қалай өтіп кеткенін білмей қалдым. 13-і өтті де кетті. Все. Сонымен сол 10 жыл менің каналым. 1 жыл болса да демалыс алған жоқпын. 1 ай бойы демалыс алған болармын, может. Алдым. И то мен ескертіп қойдым аудиторияма. Осылай 1 ай видео салмаймын. Көрейінші деген сияқты. Қалай болады екен деген сияқты. Сөйтіп 1 ай бойы видео салған жоқпын. Сондай болды. 10 жылдың ішінде ойлаңыздаршы. Сөйтіп аудиториядан сұрадым. Еще 14-те помню, ВКонтактен бірінен соң бір салып жатырдым. Мен туысқандарым да қарайды негізінде. Туысқандарым критиковать етеді кейде, андай жаман тақырыпқа видео салсаң. Андай адамдар бар, еще достарым. Бүйтпейсің бе, сөйтпейсің бе. Біреулер көбісі айтады, тематиканы ауыстырмайсың ба дейді. Құрсын. Мен өзіме ұнайды осылай түсірген. Мен нағыласын мен тематикамды ауыстырып. Болсын жазайын деп жатқандарға айтамын. Тематиканы ауыстырып нағыласыңдар, маған өзіме ұнайды. Мені 24 миллион адам қарапты ғой, вообще 10 жылдың ішінде. Ой, 24 кесімде, 23 миллион. Нормально, шүкір. Не істейсіңдер менің тематикамды ауыстырып? Ол гарантия бар ма? Дәл қазір тематика ауыстырып, мен кетіп қаламын деген. Зачем? Жарайды маған осы. Тематика, соған тоқталып кетейін. YouTube'да көп нәрсе қызық болды. Войде фан встреча жасадым, ол кезде мен хитпін ба, білмеймін. Хитпін дегенде былай, чуть-чуть активность болды дейсіңдер ғой, сол может активность болған болар. Сол кезде фан встреча жасадым. 2016-та Қызылордада площадьта бір адам келді, ол мен танысым. Астанада жасадым. Астанада ешкім келген жоқ, терезеден қарап қоясың, бір келді ма деп. Так что фан встреча не удался. Вообще ол видеолар бар сияқты, өшіп қалды деген. Короче, фан встреча 2 рет жасадым. Өмірінде көрдіңіз фан встреча. Фан встреча невыгодно маған жасадым. Қазір мен лицо емес. Адам банағыда біреу айтты бана. Мен тек қараймын видео, маған бәрібір кім деген сияқты. Так что осы, YouTube-тың арқасында көп адамдар мен таныстым. Сол бір YouTube-тың танысқан адам осы Жаңаөзендікі қуанып кетті, подписчигім қуанып кетті. Мысалы, Алматыда Жаңаөзен шаруалармен келді Алматыға, мен үйге қуанып кетті. Жақсы танысып кеткенбіз ғой. Ғой қоймайды, бүйт ақылсымақ. Өзің тендермен айналыса берші просто. Ол видео қарамайды. Өзінің каналы бар. Сол, в общем, 10 жыл. 10 жылдың ішінде мен YouTube-та бір жетістікке жеттім деп айта алмаймын. Просто адамдармен араласып неттім, бүйттім, сөйттім демесең, и то ол да былай сәл-пәл. Ал былай қатты бір мен жетістікке жеттім деп айта алмаймын. Мысалы, кім сияқты? ННН сияқты. ННН кезінде YouTube-та да бастады ғой, бірінші YouTube-та келді, одан кейін Instagram-ға кетті де, Instagram-ға кетті. ННН. Ахон, Әлшер деген блогер ғой оларда. Вообще блогерлердің көбісі бай ғой енді Алматыда. Мен
ондай емес, ондай қатарында емес. Көп блогерлердің казино жасайды, анау мынау жасағым келмейді ондай. Өзім потому что мен сондайдан өткеннен кейін түсінемін. Өзім талай рет ұтылып, ставкадан талай рет ұтылғаннан кейін мен ондай түсінемін. Шайтан жолға шақырғым келмейді. Мен класстастарым да біледі, менің каналым бар екенін айтпақшы. Туысқандар да біледі, бәрі біледі менді. Көп қарамайды, бір жақсысы деп қояйыншы, потому что звондап қоятын, звондайсыздар көбейіп кетеді. Ана жерін бүйтпедің ба? Сондай же. Сол, сіздерден сұрайтын біліп жүремін деп жазылып, видеоға лайк басып, подписаться басып, таратып, бұл видеоны таратпай-ақ қойыңыздар, бірақ қазір андай адам болып кеткен, 30-ға толғаннан кейін атақты болғым келмейді вообще. Жақсы ал таныса қуанамын енді. Бірақ мен танымайды ешкім. Менің аудиториям өсіп кеткен уже 2003, 2004, 2002-лер болды. Олар өсіп кетті, олар мені танымайды. Олар менің дауысымды таниды, айтпақшы. Мен біледі, анау Баняда танып қалған дауысымен. Өзім әңгімеге тартқам. Мен сондай танымайтын адаммен сөйлегішпін негізінде. Айтатын нәрселер көп қой негізінде. Просто осы барынша айтып отқаным есіме түскені негізінде. Еще достар, айтатын былай пауза қойып ойландым, айтатын нәрсе қалмады. Бар болар енді, мен ойыма келмей жатыр просто. В общем, каналым барын бақыттымын. Айтпақшы, не теманы қозғап кетейінші. Көп емес, каналың сатшы дейтіндер бар, 150 мың деді, 1 миллион деді. Достар, мен каналым сатпаймын, айтайын. Сатылмайды ол дейді, понимаете? Подписчигіне қызғады, маған күшін подписчиге керек емес. Мен өзі аудитория осылай қазақ халқына көмектесіп жарайды маған сол. Подписчик дейді. Маған подписчик видеоның бәрін өсірем дейді, керек емес. Топ тұр ғой интернетте каналдар, соны алыңыздар. Менің каналым сатылмайды, сразу айтайын. Талай рет предложение 150 миллион дейді. Мен даже шын айтайын, Аллахтың атымен айтайын, сенбейтін шығарсың. 15 миллион десе де сатпаймын. 20 миллион десе енді оған болады дейді. Атап почти сатылмайды деген сөз ғой. 15, 16, 17, 18 миллион вообще сатпаймын. Алдыма 15 миллион әкелсе де мен қызықпаймын. Потому что мен хоббиімде өмірдің несін сата алмаймын. Өмір қызықсыз болып қалады просто мен үшін.